Бәріңізге ассалаумағалейкум. Кеосаян тағы да аузына келген нотта да. Надо будет қазақ билігінен рұқсат сұрамаймын деп бас қатышуына не себеп болды? Бошко деген кәрі түлкі қазақ халқын не деп қорқытты? Ресейдің бас прокурорының Қазақстанның ішкі саясатына қымсынбай араласуына кім кінәлі? Қазақстан туралы оттамаңдар деген Беларусь мемлекеті туралы не дейміз? Бұл туралы өте қорқынышты һәм қызықты ақпараттарды сізге көрген дұрыс. Құрметті біздің белсенді де патша көңілді көрермендеріміз. Біздің видеоларымызға аямай лайктарды басып, арнамызға тіркетіп, қасында шыққан кішкентай ғана қоңыраушаны түртіп қойыңыздар. Сіздердің бізге көрсеткен қолдауларыңыз зор шабыт пен еңбегіміздің жемісі болып табылмақ. Кеттік ендеше. Мен Қазақстан билігінен рұқсат сұрамаймын. Ресейлік актер, тележүргізуші Тигран Кеосаян Қазақстанға қатысты мәлімдеме жасап, елге келу үшін Қазақстан билігінен рұқсат сұрамайтынын айтты. Мен бұған әзіл ретінде қараймын. Бұл күлкілі, жай ғана күлкілі. Мүмкін мен олардың қорқынышын тудыратын нүктеге дәл тиген шығармын. Демек мен журналистің жұмысын дұрыс орындадым. Мен міндетті түрде Қазақстанға барам. Қазақстан билігінен рұқсат сұрамаймын да. Мен туып өскен туған Қазақстаныма, менің кеңестік Қазақстаныма міндетті түрде барамын, деді Кеосаян жұма күні. 24 маусым күні Қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдары Кеосаянның лаңкестермен бір тізімге енгізілгенін хабарлаған еді. Россия бүгін халықаралық ақпарат агенттігінің бас редакторы Маргарита Симонянның күйеуі Кеосаян Қазақстанға кіруге тыйым салынатын адамдардың тізімінде. Бұл сүмелектен кейін өзіміздің қоғамда да үй ішінен үй тігіп үріп жататындар да шықты. Солардың бірі де бірегейі сұм түлкі Бошко. Мәжілістің экс-депутаты Владимир Бошко әлеуметтік желіде қазақ нацистеріне қыр көрсеткен жазбамен бөлісті. Бұл туралы Шадияр Өстемірұлы толыққанды мақаласын арнап хабарлаған болатын. Онда батысшыл, тұраншыл және Украинаға бүйрегі бұратын адамдарды бір ауыз сөзбен нацистер деп атаған. Сөзіне сенсек, енді бұларға тықыртаян бақ. Жазба авторы Семен Уралов. Назарларыңызға толық мәтінін ұсынайық. Қазақстанның нацистері, әзірлене беріңдер. Ресейдің бас прокуроры Игорь Краснов Қазақстанның бас прокуроры Берік Алпысовпен кездесті. Бұл туралы айту ыңғайсыздау. Бірақ маған ұдайы мынадай ақпарат түседі. Украиндық үкіметтік емес ұйымдардың қолдауымен Қазақстанда да белсенді түрде русофобтық әрекеттері жасалып жатыр. Экстремизм мен терроризмге қарсы тұру тәжірибесімен алмасуға біздің сарапшыларымыз шілде айында Нұр-Сұлтанға барады. Жақында барлық соросшылар, тұраншылар мен басқада нацистерге қылбұрау салынады деген үміт бар. Бірқатар қазақ саясаттанушыларына ленталарын барынша тазартып, бұдан былай қайдағы жоқ нәрсені жазбауға кеңес беремін деп жазған еді Семен Ураловтың блогында. Халық қалаулысы Владимир Бошко жерден жеті қоян тапқандай қуанып, бұл жазбаны өз парақшасында бөлісіп қойған. Десе де қазақстандықтарға депутаттың мұнысы мүлде ұнамағаны байқалады. Репосттың астында наразылық білдірген жазбалар толастар емес, ұзын ырғасы мынандай. Репост не үшін жасалғанын түсінбей тұрмын. Бұл қазақтарға сес көрсеткенің бе? Мұның ашық әрі айқын қауіп төндіру. Мемлекеттік қызметте отырып репост жасауы қазақ халқына айтқан рахметіме? Қазақтар ешқашан нацист болған емес. Біз соғысқа қарсымыз. Өмірдің өзі көрсетіп бергендей біз ең бейбіт сүйгіш халықпыз. Бізді қорқытпай-ақ қойыңыз. Қоғам наразылығынан кейін депутат жазбаны өшірместен тек қана жұрт көзінен бұғаттап қойды. Ал Ресейдің бас прокуратурасына арызданушылар кімдер сонда? Қазақстанның азаматтары ма? Ол жағы анық айтылмаған. Осы бір елеусіз ғана оқиғаның астарынан Мәскеудің елдің ішкесіне араласуы, прокуратурасында мемлекеттік құрылымдары арқылы да қысым көрсетуі анық көрініп қалды. Сөз ауанынан аңғарылатыны еуразияшылдардан өзгелердің бәрі нацистер. Сорақ сол. Мұны кейбір мәжіліс депутаттары қос қолдап отыр. Қоғам белсендісі Арман Шораев бұл мәселеге қатысты неге тілшісіне төмендегідей пікір білдірді. Бошко бұрыннан келе жатқан ватник, сепаратистердің бірі. Путиннің үгіт насихатын қолдап отырған адам. Орыс әлемін аңсаушы. Аяғы Қазақстанда, басы Ресейде жүр.
Ертең қазақтың басына күн туса, Путин жаққа шығып, коллаборационист болып шыға келеді. Өкінішке қарай өзі де барып тұрған ұлтшыл. Кезінде ауылдан келген қазақтарды Астанаға кіргізбеу керек деп, мәлімдеме жасап таяқ жеп қалғаны бар. Ол көп жылдар бойы ұлттық қауіпсіздік комитетінде басшылық қызмет атқарған адам. Өткен жүйенің қылмыстары үшін оны да жауапқа тарту керек. Қазіргі парламенттің өзі өткен жүйенің көзі. Мәжілістің бұрынғы депутаты Бошконың өзі түк түсінбегендей сыңай танытып наразы топқа неге сонша дүрліктіңдер? Украинаның арнайы қызметінің арандатуын тоқтату үшін қажет бұл деп өтірік мүләйімсіп отыр, деді Шадияр Өстемірұлы бауырымыз. Иә, Қазақстан ақпараттық шабуылдың алаңына айналды. Соңғы кезде тіптен үдей түсті. Бұлардың бәрін сырттан көріп бақылап жүрген ағорыстарда бейжай қалмады. Рахмет, қарсылық танытты. Беларусь мемлекетінің «По существу» атты телебағдарламасында сарапшылар Беларусь пен Қазақстанның қарым-қатынасы мен одақтастығы туралы талқы өткізді. Қазақстан Қытай мен Ресейдің ортасында орналасқан. Америка қайда жатыр? Америка екінші жарты шарда жатыр. Олар жүгіріп келіп көмектеседі деп ойлайсыз ба? Көмектеспейді. Америка Қазақстанды екінші Ауғанстанға айналдырғысы келеді. Біз мұны түсінуіміз керек, деді саясаттанушы Петр Петровский. Беларусь ұлттық палатасының депутаты Олег Гайдукевич Беларусь пен Қазақстанның өзара ынтымақтастығы өте маңызды екенін айтты. Біз бір нәрсені естен шығармауымыз керек. Беларусьтың Қазақстанмен жақсы қарым-қатынаста болуы өте маңызды. Беларусь те, Ресей де абай болу керек, деді ол. Қазақстанға қатысты сөздерді абайлап айтуы қажет деген Гайдукевичтің ойын Беларусь ұлттық палатасы тұрақты комиссиясының төрағасы Игорь Марзалюк те жалғастырды. Бұл біз мүлде сынамауымыз керек деген сөз емес. Бірақ Беларусь пен Ресейді Қазақстанмен араздастырғысы келетіндер бар екенін ұмытпауымыз керек. Бұл кейбіреулердің арманы, тіпті алдағы уақытта да арам ниетін іске асыруға тырысатынын жоққа шығармаймын, деді Гайдукевич. Марзалюк әріптестерін Қазақстанның сыртқы саясат туралы сырттан том пішпеуге шақырды. Қазақстан президенті үшін Қазақстанның сыртқы саясатын анықтау біздің іс емес. Бір нәрсені ойда ұстау керек. Әр ел өзінің геосаяси жағдайына қарай күн тәртібін қалыптастырады, және қайсы серіктестің екіншісінен маңыздырақ екенін ұмытпайды. Қазақстан үшін Қытай өте маңызды серіктестің бірі. Халықаралық құқық деген түсінік бар. Егер біз қылмыстық психологияны қолдасақ, яғни біреу-біреудің әмиянын қағып кетсе, бізде соны қайталасақ, онда бұл құрдымға кету дегенді білдіреді. Менің ойымша біз бәрібір халықаралық құқықтың базалық іргелі ұғымы, оның ішінде мемлекеттің аумақтық тұтастығы, егемендігі деген түсінікке қайта ораламыз. Олай болмаса біздің барар жеріміз, басар тауымыз қалмайды. Қазақстанға, қазақтарға келер болса, бұл өте күрделі ел. Біз олармен адами, тең қарым-қатынаста болуымыз керек. Біз Қазақстанмен өте жақсы байланыстамыз. Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының шеру кезінде де не істегенін қазақтар ешқашан ұмытпайды. Бізге абай болу керек, деді Марзалюк. Сіз үшін көрген дұрыс.